Желіде трендке айналған Дубай шоколадының орнына шайын мускат жүзімі келді. Бұл жүзім несімен ерекше және ол денсаулыққа зиян емес пе? Елімізде үлкен және ішінде сүйегі жоқ бұл жүзімге сұраныс күрт артты. Қазақстанда шайын мускат жүзімінің бір шоғының бағасы 1,5 теңге мен 10.000 теңге арасында. Шайын мускат деген қандай жүзім? Бұл Жапонияда өсірілген жасанды мускат сұрыбы. Оны сондай-ақ манго жүзімі деп те атайды. Ол 2003 жылы сынақтан өткен, содан кейін сатылымға шыққан. Шайын мускат өте үлкен, ашық жасыл түсті және тұқымы жоқ жүзім. Ол сәл қытырлақ құрылымымен және тәтті дәмімен ерекшеленеді. Әдетте оны мерекеге немесе сыйлық ретінде сатып алады, өйткені күнделікті тұтыну үшін ол барлық адамға бірдей қолжетімді емес. Кішкентай бір шоқ жүзімнің салмағы шамамен 400-500 грамм, ал әр жидектің салмағы 10-12 граммға жетеді. Бұл жүзім Жапонияда ғана емес, Оңтүстік Корея мен Қытайда да өсіріледі. Шайын мускат жүзімі Жапониядан Оңтүстік Корея мен Қытайға келген. Бұл жақтағы фермерлер де оны өсіру жолын меңгеріп алған. Алайда оның дәмі әр елде әр түрлі екені айтылады. Жапон жүзімі сәл қытырлақ келсе, Корея жүзімі хош иісті, ал Қытай жүзімінің сырты қаттылау, дәмі тәтті. Басқа елдерге экспортты ең алғаш Корея бастаған. Жүзімді жинау шыңы тамыздан қыркүйекке дейін. Оны суық кезде жылыжайда өсіреді. Қытайдан шығатын шайын мускат жүзімінің зиян екені жайлы ақпарат тарады. Глобе басылымы тайландтық пестицидтер туралы ескерту желісі Тхайпан Қытайдан әкелінген шайын мускат жүзімінің ластануы туралы ескертулер шығарғанын хабарлады. Олар сыналған үлгілердің көпшілігінде қауіпті химиялық заттардың мөлшері рұқсат етілген деңгейден жоғары екенін анықтаған. Тайпан компаниясы Таиландтың тұтынушылар кеңесімен және азық-түлік және дәрі-дәрмектерді басқару басқармасымен бірлесіп зертханалық зерттеулерінің нәтижелерін бөлісті. Тайпан координаторы Пракчон Ушап әртүрлі көздерден танымал жүзімнің 24 үлгісін сатып алғанын хабарлады. Олардың 2-і интернет дүкендерден, 7-і жеміс-жидек сататын дүкендер мен базарлардан, және 15-і супермаркеттерден сатып алынған. Тек 9 үлгі Қытайдан әкелінген деп анықталды, ал қалған 15 үлгінің шыққан елін анықтау мүмкін болмады деді ол. Ол бір үлгіде Таиландта тыйым салынған инсектицид хлорпирифос бар екенін атап өтті. Пестицид деген не? Пестицид бұл улы зат. Пестицид ауыл шаруашылық өсімдіктерін жәндіктер мен көгеруден қорғау үшін қолданылады. Дегенмен оның құрамындағы элементтер зиянкестер үшін ғана емес, адамдар үшін де қауіпті. Пестицид адам ағзасына көп мөлшерде түсетін болса, жүйке және репродуктивті жүйеде мәселе тудырады. Сондықтан жеміс-жидек көкөністерді жемес бұрын, оларды жақсылап жуып алу керек.